Достар, баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін ауа райы тамаша болып тұр. 31 наурыз. Біз Шымкент қаласындағы Дендропарктеміз. Өйткені бүгін ауа райы тамаша болып тұр. Бүгін мамама демалыс. И мамам, мен қызым үшеуміз чисто қыздарская компания болып Дендропаркқа пикникке келектедік. Кішкене жаяу жүріп, әрі пайдалы, әрі бір-бірімізден жаңағы общаться етіп, кітап оқып, мен қазір Құран оқып, солай пайдалы уақыт өткізейін дедік. Бізбен бірге міндетті түрде болыңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер. Өйткені мен Дендропарктың ішін еще көрсететін боламын. Так, біздің қыздар осылай жайғасты. Мынандай специальный пледті, осындай яркий түсті мен Қытайдан заказ берген болатын. Күшті қылып жиналады, на липучке, мынандай. Кейін жинаған кезде тағы бір көрсететін болам. Қолда ұстап жүргенге сумочка сияқты өте ыңғайлы. Моя дикосяу. И моя мама. Өзімнің анам туған. Мына жерге пикникке үйден термосқа шай алып алдық. Мынау да, кстати, Қытайдан заказ бергем. Термокружка өте ыңғайлы. И мына жақта кішігірім тамақтар жейтін. Сосын мынандай менің бикештің сумочкасы шөпке под цвет болып тұр. Осылай жайғасты. Қазір тамақтанып алып, кітап оқып, жаяу серуендеп жүреміз. Қараңыздар, Дендропарктың іші қандай керемет болып тұр. Жел жоқ, рахат, күшті болып тұр. Адамдар қараңыздар тоже осылай жайғасып, пикникте отыр. Басқа адамдарды осылай тамаша болып тұр. Ал біз жақсылап уақыт өткіземіз. Сіздер лайк қойға ұмытпаңыздар видеоға. Так, мен борщ алдым жаңа ладушкидан. Бізде Шымкентте ладушки деген кулинария бар. Популярная. Бәрі сол жерге барады, бауырсақ бәрін алу үшін. Мына жерде әсіп алдық. Білмейтін адамдарға басқа региондардан әсіп деген, короче, әртүрлі. Не еді ішінде ма? Субпродукты, да, это? Я? Шекқарын сондай ма? Сондай. Крибуха ма? Я не понимаю. Ну, вкусная, короче. С луком. Нан, наггетсы дианаға. Термостарға шай істеп алдық. И осылай тамақтанып отырмыз. Природада отырып, шай ішкенге не жетсін. Мама екеуміз бір самовар қойып қойған сақты отырмыз. Десерт ішіп, шай ішіп, рахат. Кайф. Күшті кетіп жатыр. С этим меренге. Пирожныйлар екен еще. Қой, ол артық болып кетеді. Оказывается, мама жаңа мынандай пирожный алған екен. Фисташковый, малиновый. Рулет қой. Рулет күшті. Бірақ біз неден жегеміз, Куликовтікін жегеміз, ұнаған. Ладушкитікін білмеймін. Если что, қазір бөлсем отзыв дәмін көріп. Түрі әдемі енді. Жаңа айтқан пледім осындай ғой. Қазір бұлар Каспиде де сатылады. Қатты қымбат тұрмайды, арзан. Сосын бұл непромокаемый ғой, жақсы мынау. Су өтпейді, рахат. Үстіне көрпеше алғасаңыздар вообще күшті. Мына кішкене плесень түскен екен, қанша жусам да кетпеді. Бірақ өте ыңғайлы. Мынандай қараңыздар. Мынандай несі бар. И үстіп жинап, үстіп жабыстырасыздар да, сөйтіп мынандай сумочка сияқты
ұстап жүрсеңіздер, яркий, әдемі фотосессияға, пикникке алып алсаңыздар, фотода да күшті көрінеді. Менің қазір оқып жатқан кітабым «Вернуть энергию» деген. Мынандай Молли Малуф, по-моему, США автор, закладка. Осындай кітаптарды оқып жүрмін. Про здоровье, про әдеттер жайлы осындай заметкалар істеп, мынандай жабыстырамын өзіме керекті жерлерін. И мынандай закладкаларды қолдан істеп алғам ғой. Үйдегі принтермен шығарып. Вот, и осындай жерге келді. Міне 136 бетке. Күнделікті оқу әдетке айналған. Денсаулық жайлы, әдет жайлы осындай жақсы кітаптар оқып жүрмін. Шымкенттің дендропаркі. Мына жерде жазда фонтан қосады. Такой вот мостик. Ар шетте озеро. Озероға түсетін. Ар жақ вообще беговая дорожка, велосипедная дорожка. Күшті қылып істеп қойған. Өте үлкен іші. Ағаштар күшті. Такая большая территория. Посадили тюльпаны. Біздің Шымкент славится тюльпанами. Мына жақта онша ашылмапты, қалада күшті болып ашылып тұр. Город тюльпанов қой негізі Шымкент. Слай ашылып жатыр. Бәрі тюльпан әдем болып берсең жайқалып тұрады қаласа. Мына жақта тренажеркалар бар, мынандай специально істеп қойған. Пойдем посмотрим, что там есть. Вот. Осындай тренажеркалар істеп қойған. Қараңыздар. И мына жерде осындай әдемі беседка. Ой-ой-ой-ой-ой. Концерт көрсетіп жатыр сіздерге Диана. А, voilà. Давай сюда. Оп, оп. Рахат, кайф. Давай, маған қарай. Мынандай нелер қойып қойған екен. Бірінші рет көріп тұрмын. Качели. Екі качели болып қойыпты. Как всегда бізде качели арбуз емес. Что істеп қойған? Апче! Апчеу! Че, накаталась? Да. Күшті ма, рахат па? Ұнап жатыр ма? Күн жып жылы, я? Бәрің дендропаркқа келіңдер десе. Не істеу керек, Диана? Лайк басып, комментарий жазып, подписка
подписка жазуға ұмытпаңыздар. Түсіндіңіздер ғой, иә? Видеоға лайк басып, комментарий жазып, подписка жасауға ұмытпаңыздар. Ради Дианки! Сердечко давай покажи. Давай. Мына ағашты қарасаңыздар, шфелек өтісі. Әдем болып тұр. Біздің дендропарктың әйгілі жері ол ағаштары. Осыдан 40 жыл бұрын осы ағаштарды отырғызған, по-моему, қателеспесем. Неше түрлі. Мына жерде даже өшерлердің бір жерінде аллея бар тұғын. Да, мама, анау Қонаев отырғызған, тағы да президент отырғызған деген, я? Әртүрлі елдердің, да, по-моему? Қазір көрсетем. Как сол жерге келе жатырмыз, кажется, сол аллеяға. Неше түрлі ағаштардың барлығы. Емен ағаштары бар, сосновый ағаштар бар. Ана табличкалар тұр ғой. Ана табличкалар қандай ағаш екенін жазып қойған, бәрін күшті. Не жаңағы айтқан аллея, мынандай нелердің табличкалардың бәрі тұр. Мына ағашты мысалы біздің облыстық комитет бірінші хатшысы Асқаров отырғызған 79-шы жылы дейді. Міне осы ағашты. Сосын мына ағашты мысалы кім? Ломако дейді. Бұл КСРО түсті металдар министрі. СССР-да 1980 жылы отырғызған екен. Қандай ағаш екенін жазбапты, бірақ мынау ағаш, анау мыналардың бәрі уже сондай ескі ағаштар. Ливия мемлекетінің делегациясы 81 жылы. Мына жаққа қарай кеттік. Қайсысы? Мынау қалың қарасыңыздар еще. Ең анандай бұтағы жайқалып төбеге қарай өскен ағаш. Мына ағаш. Бұл біздің алғашқы тұңғыш президентіміз Назарбаев 82-ші жылы отырғызған. Міне аллеяның барлығы қараңыздар. Жақта табличкаларды көріп тұрсыздар ма? Аллеяның барлығын осындай әйгілі адамдар отырғызған. Міне мынау Дінмұхамед Қонаев атамыз отырғызған 80-ші жылғы. Мынау осындай ағаш. Дальше кеттік. Мына жақта Шерхан Мұртаза 94-ші жылы отырғызған ағаш. Нанда Назарбаев отырғызған ма? Президент. Нанда Назарбаев, бірақ бұны уже 92-ші жылы отырғызыпты. Тұрғыт Озал 93-ші жылы. Мына жақта президенттер аллеясы. Қырғызстандікі. Мына жақта Өзбекстан Республикасы президент 93-ші жылғы. Талғат Мұсабаев космонавт отырғызған. Қара, да птичек там домик делал. Да, скворечники. Осындай аллея, мына ағаштардың бәрін Түркменстан, Өзбекстан елшілері дейді. Мынау кім? Сингапур премьер-министрі. Ағаштың өзі жоқ қой, 91-ші. Спелели? Сара Назарбаева 97-ші жылы отырғызған екен. Дендра саябақ 1979 жылы қоғам қайраткер Асанбай Асқаровтың басшылығымен құралған екен. Осындай монумент тұр. Міне при входе Дендропарктың кіреберіс жеріне де жетіп қалдық. Дендра саябақ сол Асанбай Асқаровтың атына аталған. Асанбаев Асқаров атындағы Дендра саябақ. Кетіп бара жатырмыз. Ана жақта су, анауынан сатып
әртүрлі. Ал достар, бүгінгі видео осымен аяқталды. Біздің пикникіміз бітті. Күшті уақыт өткіздік. Сіздерге барынша көрсетуге тырыстым. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, бізге подписка жасауға ұмытпаңыздар. Всем пока!